Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. АК-79 менің жерімнің тарихы атты қазақша каналыма қош келдіңіздер. Менің бүгінгі бейнеролигім көптеген замандастары мен жолдастарының қолынан келе алмаған екі нәрсеге қол жеткізген Алаш көсемінің біріне арналмақ. Біріншіден, бұл Алаш көсемі Кеңес өкіметі кезінде жақсы мәнсапқа қол жеткізсе, екіншіден, ол Алашорда көсемдерін қудалау басталған жағдайда аман қалды. Бұл кейіпкердің есімі Қазақстанның алғашқы әділет министрі болған Ғұбайдолла Әлібекұлы Әлібеков. Өкінішке орай, бұл көрнекті тұлғаның есімі бүгінде онша танымал емес. Бірақ Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы мерейтойы қарсаңында біз Қазақ мемлекетінің бастауында тұрған осындай тұлғаларды еске алуымыз керек. Ғұбайдолла Әлібеков деген сонымен кім? Бүгінгі менің бейнеролигім осы тұлға туралы әңгімелейді. Ғұбайдолла Әлібеков 1871 жылы кіші жүздің Байбақты руынан шыққан бай және беделді қазақтың отбасында дүниеге келді. Ғұбайдолланың туған жерінің өзі оның болашақта міндетті түрде Алаш қайраткері болатынын меңзеді. Неге десеңіз, Ғұбайдолла бірнеше жылдан кейін Алашорданың батыс филиалының орталығына айналған Жымпиты ауылында дүниеге келген еді. Ғұбайдолланың әкесі орыс тілінде білім беру, оның баласына жарқын болашақ әкелетінін жақсы түсініп, Ғұбайдолланы сол кездегі қазақ даласындағы беделді оқу орындарының бірі болған Орал мұғалімдер семинариясына берді. Семинарияны бітірген соң Ғұбайдолла өз замандағы ең білімді қазақтардың бірі ретінде жергілікті орыс әкімшілігіне жұмысқа тартылады. Алғашында Ылбищен кеңесінде іс жүргізуші болып жұмыс істейді. Кейін Орал аудандық полициясында аудармашы болды. Одан кейін бірнеше жыл қатарынан Уил мен Соналда болыс басқарды. Алайда Ғұбайдолланы қызметке тағайындау арқылы сатып алу мүмкін емес еді. Ресей империясы бірінші дүниежүзілік соғысқа кірген кезде Ғұбайдолла бірден соғысқа қатысуға қарсы қоғамдық қозғалысқа қосылып, осындай белсенділігі үшін 1914 жылдан бастап полиция бақылауына кіргізілді. 1917 жылы ақпанда патша билігі құлатылғаннан кейін Ғұбайдолла қазақ басшыларының біріне айналып, Орал облысынан екінші бүкіл ресейлік шаруалар депутаттарының съезіне ғана емес, сонымен бірге бүкіл ресейлік құрылтай жиналысына да делегат болып сайланды. Бұл оның қазақ халқының арасындағы үлкен беделге ие бола бастағанын дәлелдейді. 1917 жылы сәуірде Ғұбайдолла Әлібеков алғашқы қазақ съездерінің бірі 800 адам қатысқан күн тәртібінде 23 мәселені талқылаған Орал облыстық съезін ұйымдастырды. Съезді ұйымдастырып ғана қоймай, Жаһанша Досмұхамедовпен бірге Әлібеков осы съездің Орал облысының дала бөлігін басқарудың уақытша ережелері деп аталған шешімінің де авторы еді. Осы ережелер қазақ автономиясын құруға және ұлттық өкімет құруға дайындықты бастау, қазақ саяси партиясын құруды бастау, шаруаларды қазақ даласына қоныстандыруды тоқтату және қазақтардан жерлерін тартып алуға жол бермеу сияқты нәрселерді қарастырған еді. Съезд аяқталғаннан кейін Ғұбайдолла Әлібеков Орал уақытша облыстық комитетінің төрағасы болып сайланды. Міне осылай Әлібеков біртіндеп танымал қазақ көшбасшысына айнала бастады. Мұның дәлелі оның 1917 жылы Орынбор қаласында өткен бірінші және екінші жалпы қазақ съездерінде Маңғыстау облысының өкілі болып сайлануын айтуға болады. Ал егер осы съездерде Алаш автономиясы құрылып, Алаш партиясы құрылғандығын ескерсек, онда Әлібековті Алаш қозғалысының құрылтайшыларының бірі деп те атауға болады. Өзі Алашорда үкіметінің мүшесі болмаса да, Ғұбайдолла Әлібеков Орал комитетінің төрағасы ретінде Батыс Алашорданың беделді қайраткерлерінің бірі болды. Алайда 1918 жылы Батыс Алашорда көсемдері Жаһанша мен Халил Досмұхамедов бір жағынан, Ғұбайдолла Әлібеков екінші жағынан арасында қақтығыс туып, Қаратөбе съезінде жанжал басталды. Егер Досмұхамедовтар
қазақ отбасының деңгейіне қарамастан барлығына бірдей салық салуды ұсынса, Әлібеков салық мөлшері байлық деңгейіне міндетті түрде байланысты болуы керек деп санады. Нәтижесінде бірақ съезд Досмұхамедовтарды қолдап, Әлібеков өзінің жақтастарымен батыс Алашордадан кетіп, Ақжол саяси партиясын құрды. Бірақ Ғұбайдолла Әлібеков сияқты танымал және беделді қазақ көсемі ұзақ уақыт бойы жалғыз жұмыс істеуі мүмкін емес еді. Оған не ақтарды, не қызылдарды таңдау міндетті түрде керек болды. Алғашында Әлібеков ақтарды таңдады. 1918 жылдың күзінде Әлібеков Сібірдегі большевиктерге қарсы күрестің екі маңызды орталығы бүкіл ресейлік құрылтай жиналысы комитеті және Уфа директориясының мүшелігіне сайланды. Бірақ бұл ынтымақтастық ұзаққа созылмады. Әлібеков ақ қозғалыстың жетекшілері қазақтарға автономия беру мәселесін қарастырғысы да келмейтінін тез түсініп, осы автономияны береміз деген большевиктермен келіссөздерді жүргізеді. 1919 жылдың жазында басқа алаш көсемдері секілді Әлібеков те кеңес үкіметі жағына өтті. Көп ұзамай Ғұбайдолла Әлібеков Ахмет Байтұрсыновтың шұғыл өтініші бойынша Қазақстанның сол кездегі жоғары басқару органы Кирревкомға сайланып, қазақ автономиясының құрылуын дайындалу процесіне белсене араласты. 1920 жылдың қазанында Қырғыз автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрылғаннан кейін Ғұбайдолла Әлібеков осы республиканың жоғарғы атқару комитетінің хатшысы болып сайланды. Бірақ бұл лауазым Ғұбайдолла Әлібековтың кеңестік мәнсабының бастамасы ғана болды. Өз заманның ең білімді қазақтарының бірі болған шешен, қазақтың танымал көсемі Ғұбайдолла Әлібеков 1920 жылы сол баяғы өзінің досы Ахмет Байтұрсыновтың ұсынысы бойынша Қырғыз автономиялық совет социалистік республикасының алғашқы әділет халық комиссары болып тағайындалды. Қазіргі тілмен айтқан кезде бірінші әділет министрі болды. Сонымен бірге, осы Қырғыз автономиялық республикасының бас прокуроры қызметі де Әлібековке жүктелді. Осы сәттен бастап Әлібековтың өміріндегі ең қарқынды сәттердің бірі басталды. Бірден айта кету керек, Ғұбайдолла Әлібеков кабинетінде отырмай үнемі республиканы аралап жүрді. 1920 жылдың ішінде ғана Әлібековтың басшылығымен қазақ жерінде 231 сот және 111 тергеу учаскелері құрылды. Осы Әлібековтың басшылығымен неке заңы өзгертіліп, үйлену кезінде қалың мал төлеу жойылды. Тура осы Әлібековтың басшылығымен құн төлеу жүйесі де жойылып, барымтамен күрес басталды. 1920 жылы Алаш партиясының барлық мүшелеріне рақымшылық жарияланғаны туралы бәрімізге белгілі. Бірақ тура осы заңға Әлібековтің мұрындық болғанын көбіміз әлі күнге дейін де білмейміз. Және де осы Алаш партиясының мүшелеріне рақымшылық жариялау туралы заңға ең бірінші болып Әлібеков қол қойғанын міндетті түрде есте сақтауымыз керек. Өзінің бүкіл өмірін туған халқының жарқын болашағы үшін күреске арнаған Ғұбайдолла бұл күресте жеңіске жету үшін жастарды да тәрбиелеу керек екенін жақсы түсінді. Сондықтан Әлібеков өзінің іс сапарының барысында талантты және сауатты қазақтарды іздеп, оларды жұмысқа орналастырып, мансаптарының жоғарылауына көмектесіп отырды. Мысалы айта кететін болсақ, дәл осы Ғұбайдолла Әлібековтың арқасында Сәлімгерей Қаратілеуов деген қазақтың жас жігіті мемлекеттік мәнсабын бастап, кейін қазақ экономикасының аграрлық секторының ірі маманына айналды. 1920 жылдың аяғында қазақ даласында аштықтың белгілері байқала бастағанда, тура осы Ғұбайдолла Әлібеков аштыққа ұшыраған облыстарды тікелей өзі аралап, халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуді өзінің бақылауында ұстады. Өкінішке орай, осындай Ғұбайдолла Әлібековтің бастаған сәтті жұмыстары аяғын таппады. Өйткені аштық пен ауру жағдайындағы шексіз іс-сапарлар мен ауыр жұмыс оның денсаулығына нұқсан келтірді. Сондықтан да 1921 жылы наурыз айында Ғұбайдолла Әлібеков әділет халық комиссары лауазымынан бас тартып, денсаулығының нашарлауына байланысты демалысқа кетеді.
бірақ қызметке қайта оралмай 1923 жылы туған жері Жымпиты ауылында қайтыс болды. Міне, Алаш көсемі Қазақ автономиялық республикасының алғашқы әділет министрі болған Ғұбайдолла Әлібековтің өмірі осылай аяқталды. Бірақ оның есімі қайта елге оралып, жасаған істері жарқырай түсуі керек. Сондықтан да біз бұл видеороликті таратып, достарымызға ұсынуымыз керек. Өйткені Ғұбайдолла Әлібеков Қазақстан тарихында мақтан тұтатын ірі тұлға екенін әр қазақтың баласы білуі тиіс.